Бәріңізге ассалаумағалейкум достар. Бізде 30 күндік челленджді бастаймыз. Алла қаласа бүгін 5000 рет деп отырмыз. Истиғфар айту. Астағфирулла, астағфирулла, Аллахтан кешірім сұрау. Астағфирулла деп күніне 5000 рет айтамын деп отырмын. Қазір менде енді қайттан перезагрузка басылып кетті. 1000 рет айттым бүгін. Енді планым 4000 рет айту. Азаннан қазіргі уақытқа дейін 1000 рет айтып үлгердім. Енді 4000 рет айтуым керек. Бүгінгі күнге ләжі болса, одан көбірек айтуға тырысамын. Енді сіздерге де кеңес беремін. Бұл астағфирулла деп Аллахтан үнемі кешірім сұрап жүру, ол өте сондай пайдасы мол іс әрекеттің амалдың бірі негізінде. Аллах Тағала үнемі қолын жайып сұрай бергеннен гөрі үнемі зікірде жүргеннің дұғасын тезірек қабыл етеді. Ал енді менің бүгінгі планым, Құдай қаласа, Аллах нәсіп етсе 2000-нан 5000-ға көтеру. Енді осы челленджді бастап жатырмын. Бүгін 27 қаңтар. Алла нәсіп етсе келесі айға дейін осы 5000 күнделікті айтып отырамын деген ниеттемін. Одан әрі мен мүмкін болса көбейте беру ойымда. Бірақ енді нәпсіге басында ауыр тимеу үшін жеңілден бастай берген дұрыс. Сіздерге қазір 5000 ауыр болса 5000 рет айту. Онда сіздерге бір 1000 рет, 500-ден, 1500-нан бастауға кеңес беремін. Астағфирулла, 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 астағфирулла. Енді мен бүгінгі айтқанымның фото отчетін салып қоямын. Кейде енді мұна басылып та кетеді, ресет деген нәрсе. Бірақ енді примерно жобалап, сол 5000-ға айтуға тырысам. Мүмкін болса өшіріп алмасам, скринін соңғы отчет соңына қоятын боламын видеоның. Неге бұл темаға қатты мән беріп, именно каналдың бастауын осымен бастап жатыр деп ойлаған боларсыздар. Қазір кезде көп адамда өте көптеген проблема. Кредитпен де, үй, бала-шаға, семья, жалпы проблема көп адам баласында қазір. Енді күнделікті Алла нәсіп етсе, сіздермен бөлісіп салып отыратын боламын. Енді Аллах нәсіп етсе, күнделікті осы контентті салып отыратын боламын. Сіздерге де кеңес беремін, күнделікті айтыңыздар. Және де біз осыны айту арқылы сөзімізді, өзімізді түзейтін адамдардың қатарынан болайық.